Баршаңызға сәлем. Бүгін құрамы 3 ағзаттан тұратын осындай салат дайындаймыз. Алдымен сырды осындай пышақпен турап алатын боламыз. Сосын қайнап тазалатып алған қызылшамызды да турап ыдысқа саламыз. Енді осының үстіне жуып тазалап алған салат жапырағын салатын боламыз. Жуған кезде жақсылап байқаңыздар. Үстіне сұйық май құямыз, бір ас қасық, бір ас қасық мед құятын боламыз. Енді жапырақты басып алмай, жақсылап қолмен араластырып аламыз. Ыдысымызға салып, оның үстінен мен грек жаңғағын қолдандым, әсемдік үшін. Дәмі өте үйлесімді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Күшті болып шығады. Денсаулыққа пайдалы салат.